Қазіргі уақытта елімізде ажырасу өте көп. Етек жаюына негізгі факторлардың бірі Бір туыстарының, жақындарының бір жаны ауырып жатқаны байқалмайды да. деген 60-тан асқан кісілер. Ажырассам ба деген сұрақпенен келген кісілер бар да. Осының себебі неде деп ойлайсыз? Мен қазір кірісетін болсам, пәлесіне қалуы мүмкін деген сияқты. Осы ажырасуға алып баратын симптомдар, себептер қандай деп ойлайсыз? Өзара бір-біріне суып кету. Несашист характерімен деген нәрсе. Өкінетіндер бар ма екен? Бұл да жаңа айтқанымыз әртүрлі. Ажырасуға негіз рұқсат берілген ғой. Көзге шөп салған кезде. 4-ші деңгейге көтеріле білсек, отбасыларын, Сен енді мынадай бол. Түсіндім, қандай болу керек. Бірақ қалай болам деген сұраққа жауап берілмейді да бізде. Осындай дін қызметін отбасылық сарапшыға неге айырбастадыңыз? Енді Ұрыс керістің алдын ал деп айтатын сарапшылардың өзінің үйінде ұрыс керістер болып тұрады дейді, осы рас па? ол әр отбасы индивидуалды ғой деген ғой. Ассалаумағалейкум құрметті телекөрермендер. Өзіміздің YouTube каналымызда жаңа сұхбат жобасын бастап отырмыз. Бүгінгі біздің алғашқы қонағымыз отбасылық сарапшы Ахан Мергенбай. Ахан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қош болдық, рахмет. Енді бүгінгі тақырыпты жалпы қазіргі уақытта елімізде ажырасу өте көп, соған байланыстырып алдық. Алғашқы сұрағымызда ажырасу неге көп деп аталады? Осыдан бастасаңыз. Енді бұл тақырып, бұл мәселе жалпы көп адамның аузында. Көпшілігі осыны айтады. Әсіресе мысалға үлкен кісілер қазір ажырасу көп, қанша жастар ажырасып жатыр, оның пайызын айтамыз, статистикасын айтамыз. Мысалға әр 15 минут сайын бір әлемде бір отбасы ажырасады екен деген сияқты. Сондай неше түрлі нелер бар да енді, статистикалар. Бір жағынан бұның осындай кең етек жаюына негізгі факторлардың бірі, менің ойымша, ол ерекше насихатталуында, көп айтылуында. Соның ішінде әсіресе бұқаралық ақпарат құралдарында ажырасып жатыр, мындай Қазақстан, мындай орындау, мынадай болып кетті деген сияқты. Орысша бір мақал бар еді ғой, плохая реклама тоже реклама деген, сол ғой, Яғни сол нәрсені біз етімізді үйретіп жатырмыз да бір жағынан. Әдеттегі нәрсе деген сияқты. Австрияда ма, Европада мынадай бір жағдай болған екен да, бір кісі өзін пойыздың астына тастаған екен да. Суицидтік бір қадамға барған да. Сол кезде соны бұқаралық ақпарат құралдары алып, ой, андай масқара болды, бүйтті деп ананы енді кәдімгідей енді біраз ананы қаралағанда ана кісінің қылығын, қалай ол сонда пойыздың астына өзін тастап, енді ойлаңыз, пойыз өтіп шыққанда үстінен. Түгі қалмады ғой деймін енді. Сонда қызығы бір айдың ішінде суицид сол жерде пойызға өзін тастайтындар көбейіп кеткен ғой. Керісінше насихаты көп. Керісінше болып кетті да, көрдіңіз бе? Дәл сол сияқты біздің Қазақстанда, өзіміздің тарихта да қарасақ болады. Осыдан шамамен бір 10 жыл бұрын бізде де суицид қатты енді айтылып кетті да осы мәселе. Ана жерде бір оқушы, мына жерде бір жас бала, мына жерде біреу деген сияқты. Соны бұқаралық ақпарат құралдары мысалға осы нәрсені ерекше насихаттаған кезде көбейіп жатты, тоқтаған жоқ. Содан кейін өз араларында бір келісімі сондай болу керек, бұл нәрсені насихаттамаймыз деген сияқты. Ол бұрында болды ол, дейік, бірақ ондай деңгейде емес. Бірақ бұрында болды ғой. Өз-өзіне қол салғандар, мысалға деймін, енді әлеуметтік желі болмай тұрған кезде де деген сияқты. Бірақ ондай деңгейде емес. Бұл нәрсені насихаттаған сайын, бұл әдеттегі нәрсеге айналдыратын сияқтымыз да осылай. Яғни ажырасу көп болса да, оны айтпау керек. Негізі деймін, бұқаралық ақпарат құралдарында оны насихаттамау, оны жарнамаламау деген сияқты ғой. Bir несі де енді бір. Одан кейін тағы да бір жағдай, бірнеше жыл бұрын білесіз, бір ана баласын өзінің қоқыс бір жәшігіне тастап, бір көшеге, айдалада біреу жерге тастап, оны суретке түсіріп, оның тастаған жерін, оған неше түрлі сұхбаттар жасалды, түрлі телеарнадағы бағдарламалар арналды осыған, білесіз. Сол кезде көбейіп кетті ғой. Ан жерден бір шықты, мін жерден бір шықты деген сияқты. Яғни осында мындай нәрселер болды, қоя салу керек қой сол жерде оны, жарияламай. Мысалға, бұрында әртүрлі ауылдарда болды ғой. Бірақ ол тек сол ауылдың тұрғындары білетін еді, болды. Ол шықпайтын еді. Жылы жауып қоя салады. Енді қарап отырсақ,
статистикаға қарасақ, мысалы бір жылда Қазақстанда 150 мың отбасы шаңырақ құрайтын болса, соның 45 мыңға жуығы ажырасады екен. Соның емес, енді жалпы ажырасқандардың саны 45 мың екен да. Бұл негізі өте үлкен көрсеткіш. Біздің көзімізше ажырасып жатқандардың дені жастар сияқты, бірақ статистика не дейді негізі? Бір ажырасудың бір көрсеткіші бар ма? Жас ерекшелігі дегендей. Енді жас ерекшелігіне қарасақ, бізде енді басымдылық, мысалы, мыналар көбірек деп айтуға болатын шығар, бірақ бізде жас талғамай тұр ғой қазір ажырасу. Ол жаңадан үйленгендерді, бір ай тұрып, 2 ай тұрып ажырасып жатқандарды біздің алдымызға келетін кісілер. Сол сияқты біздің енді өзімнің енді жас ең үлкен кісілер, мен жұмыс істеген 60-тан асқан кісілер. Ажырассам ба деген сұрақпенен келген кісілер бар да, хабарласқан кісілер. Яғни бұл ажырасу мәселесі бізде қазір жас талғап тұрған жоқ. Енді жаңа тарихқа бір үңіліп кеттіңіз. Шында да бұрынғы тарихқа көз салатын болсақ, әрбір ауыл өзінің жаңағы жыртығын өзі жамап, өзінің қотырын өзі қасып деген сияқты әйтеуір барлық мәселесін іштей шешіп отырған. Қазір қарап отырсаңыз, ажырасу көп, бірақ оған бір туыстарының, жақындарының бір жаны ауырып жатқаны байқалмайды да. Осының себебі неде деп ойлайсыз? Бұның енді бір себебі, аш құлақтан тыныш құлақ дейді қазақ. Мен қазір кірісетін болсам, пәлесіне қалуы мүмкін деген сияқты. Бұл таныстыратын кезде де, Жеңгетайлықта бізде Жеңгетайлық институты, ол да барса келмеске кетіп бара жатыр да. Яғни бізде туысқандар бір-бірін үйлендіру бар, бірақ өте аз бұрынғымен салыстырғанда. Саусақпен санарлық, Өте аз. Неге? Мысалы, талай жігіттер келеді алдымызға, әсіресе енді үйленсем бе деп едім, қалай үйленсем болады деген сияқты. Немесе қыз тауып бересіз бе деп келіп жатады біреулер. Сұрайым, әке-шешеңіз бар ма? Бар. Жеңгелеріңіз бар ма? Ағаларыңыз бар. Қарды. Соларға айтпайсыз ба деймін да? Олар өзің тауып ал деп айтады. Неге? Өйткені олар жауапкершіліктен қорқады. Қандай жауапкершілік? Ертең бірдеңе болып қалатын болса, келешекте сен тауып бергесін деп менің бетіме басама деген нәрседен біз ат-тонымызды ала қашамыз да, былай айтқанда. Сол сияқты бір отбасында, мысалға деген ғой, енді бір ажырасулар болып жатыр. Ешкім оған енді уайымдап, не болды екен деген сияқты. Мысалға деген ғой енді. Бұл жерде кірісудің өзі, мен кірісіңіздер деп тұрған жоқпын. Өйткені бізде көп адамның құзыреттілігі жоқтың қасы. Өйткені біразымыз дұрыстаймыз деп бүлдіріп жатамыз. Аюдың қамқорлығы сияқты ғой. Мысалға, досын жаңағыдай маса қасын айналып жүріп, масаны өлтірем деп досын өлтіреді ғой. Таспенен ұрып. Тура сол сияқты бір ай 6 сәлем. Кірсек қатты кірісіп кететін болып тұрмыз ғой. Біз кірісіп кетеміз. Яғни кірісеміз өкінішке қарай, және біздегі көбіне сол ата-аналар бірінші кезекте, ешкімге жаңа орын бермей тұрған, айтқанда, ата-аналар, аяулы аналар, жақсы ниетпен, не ол қыздың немесе жігіттің анасы, бірінші кезекте солар нені бермейді енді өксілер жаңағыдай орынды. Өксілер қалай кіріседі? Олар тойдан кейін кіріседі. Ал бұған етіміз үйренгендігі сонша, ойлаңыз, қаншама ата-аналар, бәрі деп айтпаймыз, бірақ біраз ата-аналар, мысалы біздің алдымызға қаншама жастар келеді, солардың ажырасуына инициатор дейміз ғой, мүдделі болып отырған аналары, немесе әкелері. Өкінішке қарай. Өкінішке қарай. Және енді менің тәжірибемде қаншама жастар келеді, ойлаңызшы, мөлдіреген көздерімен, мысалы қыз бала келеді, жылап, біз бірге тұрғымыз келеді, біз біріміз сүйеміз. Мысалға дейік та, бүгін ғана бірді енді свежий дейміз ғой. Мысал, бүгін бір қыз келді да. Менің күйеуім менің көзілдірігімде идеал дейді. Оның минусы жоқ мен үшін дейді. Енді кемшілік салам жоқ, бірақ менің көзілдірігімде оның минусы жоқ дейді. Бірақ анасы, енем, қайта-қайта ажырасыңдар, бұны таста деп баласының құлақ етін жеп жатыр дейді. Осындай аналар бізде баршылық. Көбісі деп айтпаймыз, бірақ бар қоғамда өкінішке қарай. Яғни менің түсінгенім, араласатын болса да туысқандар бір әдебіне сай араласу керек. Әдебіне одан кейін білім керек қой, көрдіңіз бе? Білім керек. Білім керек та. Тағы да бір мысал. Қыз бала кетіп қалады, сосын қайынбикесі келеді. Жігіттің әпкесі келеді. Не болды Айша өзі деп келінге. Келіннен біраз нәрсені айтқан енешісін. Енесіне қатысты. Енесімен қарым-қатынаста біраз кішкене түсініспеушіліктер болған ғой. Ан жаққа барған кезде желді борандатып жіберген сияқты ғой.
енесі мына жерде былай айтқанда пышақ ұстап отқан енесі айбалтасын алып шыққан жақтан деген сияқты. Яғни артық қылам деп тыртық қылатын дейді ғой қазақ. Сол сияқтылар өте көп. Сондықтан да мәселе бұл жердегі менің егерде бұл жерде құзыреттілігім, компетенция дейміз ғой. Егер білімім болмайтын болса, араласпағандар. Соған қалай көмектесе аламын мен? Қалай көмектесе аламын? Білмеймін, мысалға біреуге оны маманына алып бару керек па? Мысалы болады бізде біреулер маманына жолдап жатады. Немесе уайымдап, не істеуге болады? Мен сендерге қалай көмектесе аламын деген сияқты. Ал бізде кейбір ата-аналарға, немесе біраз ата-аналарға және біраз туысқандарға мүмкін олардың көмегі кіріспей қойғандығы болуы мүмкін. Мысалға, менің сол отбасына кіріспей қойғаным мүмкін соларға пайдалырақ болуы мүмкін. Ал енді мысалға мен жеке өз басым осы салада, мысалға деймін да, жұмыс істесем де, осы саламен айналыссам да қанша жылдан бері, менің де туысқандарымда бір нәрселер болуы мүмкін. Мен естимін оны дейік. Енді зұңғылақтан деген сияқты. Бірақ мен кіріспеймін. Неге? Өйткені мені олар кірістірген жоқ. Кірістіруді қаламайды ғой. Мен білмеймін оны. Мысалы қаламайды деген сияқты. Немесе ұялады, басқа деген сияқты ғой. Бірақ бұл жерде олар мені кірістірмегеннен мен қалай кірісем? Егер мені кірістіретін болса, олардың кірістірген шеңберіне дейін ғана араласа аламын ғой мен. Ал біз аламызда баса көктеп кіріп келеміз да, өкінішке қарай. Сонда өкініштісі бұл жердегі біздің етіміздің үйреніп кеткені ғой. Яғни мен мысалға бір туысқаным ажырасады, мысалы туысқан қарындасым болуы мүмкін, әпкем болуы мүмкін, үйіне қайтып келеді төр күніне. Оған мен бастауым әдеттегі нәрсе. Машина алып сатып жіберген сияқты, немесе мысалға деймін енді, болмаса анау жұмыс ауыстырыпты. Мынау бір қымбат, бір мысалға үйін сатып жіберіпті, көлігін сатып жіберіпті деген сияқты андай бір әдеттегі нәрсеге айналып жатыр да, өкінішке қарай. Осыған біз уайымдай алсақ жақсы болар дейсіз ғой. Жалпы ажырасу деп жатырмыз. Осы ажырасуға алып баратын симптомдар, себептер қандай деп ойлайсыз? Енді симптомдарға келсек, мысалға бұл ажырасатын отбасылар қандай деген кезде, енді бұл өзара бір-біріне суып кету. Мысалы суып кететін болса, яғни көңіл қалу деген нәрсе бар. Көңілі қалып жатса, одан кейін айғай-шулар, келіспеушіліктер, мысалға деймін енді, сондай бір қорлық, яғни қорлау дейді ғой. Қорлаудың өзі мысалы сөзбен болатын, қорлық. Неше тіл, сен андайсың, сен мындайсың, сен туысқандарың, сенің кемсіту ғой, былайша сен айтқанда, тексіз жерден шыққансың, сен бүйткенсің. Өткен жолы ғана мысалы алдымызға келіп, бір жігіт келді да, әйелім төркінде дейді. Әйелім яғни төркінде жатыр екен әйелі. Неге десе, өйткені әке-шешем қабылдай алмай жатыр дейді. Неге десем, әкем әйелімді тексіз деп жатыр дейді. Не үшін десем, әкесі арақ ішеді екен дейді. Енді сіздің әкеңіз аузын арақ алмаған ба деймін, осы уақытқа дейін алған дейді. Бір қазір қойып кеткен. Енді егер де арақ ішкеннің бәрі тексіз болатын болса, арақ ішпеген әке-шешелер бар, әкелер бар ма екен деймін енді. Бар болса да бір санаулы шығар. Некен саяқ қой. Кімнің әкесі аузын арақ алмапты дейді кезінде. Ал енді қазір қойып дұрысталғанға бір өзіміз енді керемет бола қалдық деймін да. Кезінде мынандай бір оқиға болған екен. Екі ерлі зайыпты жанжалдасып қалады, ажырасатын деңгейге жетеді. Сонымен себебін кеп түбін қопарып жаңа сұраса, сөйтсе жаңағы біреуі күйеуі айтқан екен, зубный паста бар ғой кәдімгі, соны асты жағынан басып шығарады депті да жаңағы. Әйелі айтты, жоқ, үсті жағынан басып шығарасын деген ғой жаңағы. Сол бар болғаны солар болмайтын нәрседен басталған екен. Енді келесі қойылатын сұрақ, бізде ажырасып жатқандар не осындай бір болмайтын бір сылтауларды айтатын сияқты, немесе не үшін ажырасып жатқандарын білмейтін сияқты, қалай ойлайсыз? Енді мысалға бізде көп айтылатын себептер, ана әсіресе енді орысша айтқан кезде несошлись с характерами деген нәрсе. Бұл бір жамылғы да. Менің түсінігімде, бұл мінездердің әртүрлі болуы, ол табиғи нәрсе ол. Енді мен әйелім екеуміздің мінезіміз бірдей болуы шарт емес, және ол адамдар біріне ұқсамайды ғой. Жалпы адамдар біріне ұқсамайды. Оның үстінде ерлі-зайыптылар болатын болса, мінездердің әртүрлі болуы, жалпы отбасылық өмір осысымен қызық. Ал енді
жаңағы не үшін ажырасып жатқан деген кезде біз мысалы қаншама отбасылармен жұмыс жасаймыз ғой. Талай кісілерді көреміз, ажырасып кеткен кісілер. Бүйтіп зерттеп, тереңірек қазып келген кезде мен ажырастым, не үшін дегенге негіздеп беру қиын да, бәрін деп айтпаймын, кейбір отбасылардың. Сонда ұрысқан кезде эмоциялар кетсең кетем, кетсең кет, келме одан кейін деген сияқты. Немесе енесіменен келінің арасында проблема болуы мүмкін. Бар, алып қойт деген, одан құдағиына звондап алып қойт ана қыздарыңды деген сияқты нәрселерменен. Содан кейін мәселе қиындай түсуі мүмкін, құдағилар бірімен ұрысып кетуі мүмкін. Сонда енді соңында не болды сода, не себеп болды сіздердің ажырасуларыңызға деген кезде, білемін, ұрыстық айту сол жерде сондай болды дейді. Ал енді нақты бір ашудың үстінде, яғни эмоциямен жерім жарып берген. Мысалы, өткен жол бір жігіт хабарласады маған. Аға, қазір қайын жұртқа қарай кетіп бара жатырмын дейді. Қайын жұртқа қарай кетіп бара жатырмын, әйелімен ұрысып қалдым дейді. Соны барып мәселені шешейін деп тұрмын дейді. Айтамын, сонда қалай шешесіз? Енді сұрадым, не үшін бара жатсыз? Мотив қандай деймін да? Не сізді апарып жатқан? Ақталу ма? Мен жақсымын да, әйелім жаман деген. Сол сөйлесіп, қысқасы бармайтын болды ғой. Мен айтамыз, қазір эмоцияның үстінде барайын деп тұрсыз ғой деймін да қазір. Одан кейін барасыз, барғаннан кейін енеңіз бірдеңе деуі мүмкін. Одан кейін жаңағыдай екінші сериясы басталып кетуі мүмкін да? Енді ажырасқаннан кейін өкінетіндер көп пе, аз ба? Сізге мысалы алдыңызға талай отбасылар барып жатыр ғой. Солардың енді көпшілігі былайша айтқанда жүрегі қатып қалған тас жүректер ме, әлде өкінетіндер бар ма екен? Бұл да жаңа айтқанымыз әртүрлі. Былай негіз, бір белгілі нәрсеге негізделіп ажырасқандар бар. Шын мәнінде ол мен түсіндім деген сияқты. Ал енді қанша адамдар, енді бізде себептер көп қой, ұрыстың, жанжалдасудың деген сияқты. Соның негізгі бір себебі, осы жиі айтамыз бұны, бұл білімсіздік, яғни сауатсыздық. Ол не деген сөз? Біз, яғни ер адам, әйел адамның психологиясын түсінбейміз, әйел адам ер адам психологиясын түсіне қоймайды. Өйткені бұл кәдімгідей, бұл тәжірибемен келмейді. Бұл біліммен, оқумен, ізденумен келетін нәрсе. Көрдіңіз бе? Сонда біз бір-біріміздің психологиямыз білмегенде түрлі ұрыстар болып, бір-бірімізді түсінбейміз деген сияқты. Адам ажырасып кетті, мысалға, кейін өкінетіндер бар. Кейін түсініп жатады. Енді қызығын айтайын сізге. Біреулер мысалға, ер адамды айтайық, ажырасады, екіншісін алады. Сонда мына нәрсені түсініп, менің бірінші әйелім, осындай болды. Мысалы, менің алдыма келген бір жігіт айтады да, екінші әйел кетіп қалған, қараса, бірінші әйел кетіп қалды, екінші әйел кетіп қалды. Мұндайлар бірнеше рет кездесті менің тәжірибемде. Сонда қарасақ, бірдей қателіктер. Ол не деген сөз? Проблема жігітте. Мысалы, әйелде емес. Мәселені шешіп үйренбеген болып тұр ғой сонда, Бір, мысалы, курсқа бір жігіт келді. Сол жігіт екінші рет үйленіп, екінші отбасымен тұрып жатыр екен да, біріншісімен ажырасып кеткен. Сол курс басталатын кезде мен сұрадым. Енді таныстық қой, отбасылық жағдай, кімде қандай деген. Мен бұрын ажырасқанмын. Сосын сұрадым, проблеманы 100% деп алатын болсақ, неше пайыз сізде, неше пайыз ол кісіде деген. 30-да 70 деді. Мысалы, мен 30 деп тұр ғой сонда. Біреуі тағы да болды. Ол 50-да 50 дейді. Жақсы, осыны курстың соңында сұрайым дедім, тағы да тура осы сұрақты Алла қаласа. Курс бәлен күндік курс бар да. Сол ортасына келген кезде екеуінің де айтқан сөзі мынау болды ғой. 0-де 100 болды деді ғой. 100% менде екен дейді, кінә. Түсінді. Яғни ол әйел психологиясын ана жерде біздің курста береміз, әйел психологиясын. Соны оқыған кезде, сонымен танысқан кезде проблеманың барлығы өзінде екенін түсінді де ол. Бір сұрақ қойын, жалпы асыл дінімізде немесе осы бабалар дәстүрінде ажырасуға негіз рұқсат берілген ғой. Қандай жағдайда болуы мүмкін ол? Ол енді өте андай бір қиын жағдайда да. Мысалға енді бір көзге шөп салған кезде, мысалға деймін енді андай бір анасына, әкесіне бір ерекше бір жүрегін жаралайтын нәрсе. Енді бұл жерде қараңыз, бұл жерде де екі жақты қарау керекпіз да. Қаншама ата-аналардың өзі сұрап алуы мүмкін да, бана әйелдің, мысалы, келіннің өзі бізде образы бар да, жазылмаған образ бар. Қызығы ол орыс танып кеткен қазақ отбасыларында да бар да сол нәрсе.
Мен өзім орысша сөйлеймін, орысша ойланамын, бүкіл менің өмір сүру салтым сол орыстың менталитеті қатты әсер еткен. Бірақ мен келін алған кезде, ол келін де таза мен сияқты болуы мүмкін, орысша ойланатын орысша, бірақ одан қазақи келіннің образын күтемін да. Осыны көрген кезде мен отбасында таң қалдым да. Ал енді мысалға деймін, сол келін келді. Егер ол мысалы келіннің маған қарсы шыққанын қаламаймын, ол дауыс көтермеу керек, ол сөз қайтармау керек, ол салғыласпау керек деген сияқты бізде бір келінге жазылмаған ережелер бар да. Оны ешкім тастырмаған оған. Енді үйінде өзі біреу үйретпесе, ертең келін боласың. Ол білу керек қой былайша. Ол білу керек және оны орындау керек. Ал енді кешіріңіз, егер оның тілінің шыққанын қаламасам, онда тілін шығармауым керек те мен. Мен оны шықып, нұқып, қайта тиісетін болсам, еді құдай, ода да жан бар, ода да тіл бар ғой деймін енді. Ешқандай кепілдік жоқ та оған. Қайта айтсаң, бір қыз айтпақшы, кішкентай марғаудың көзін шұқи берсең, бір күн тырнап алады ғой дейді. Сол сияқты ғой. Ерлі-зайыптылар ажырасқанына өкінбестей болу үшін не істеу керек сонда? Ажырасқанына өкінбестей болу үшін бұл қадамға кәдімгі саналы түрде келу керек қой, эмоциямен емес. 7 рет өлшеп 1 рет кешіру керек қой, былайша айтқанда. Мүмкін 7 рет пе, 70 рет пе, мысалға деймін да. Мен мысалы жеке өзімнің тәжірибемде осыменен жұмыс істеген кезде осы сұрақпенен бірнеше отбасы болды. Ойлаңыз, мысалы, бір отбасымен, екі отбасымен деген сияқты 1 жылдың үстінде жұмыс істедік. Мысалы, бір отбасымен 1,5 жылдай. Бірінші кезекте екеуімен, мысалы, ойлаңыз, кімнің мәселесі бар? Ол жерде жігітпен жұмыс істедік, қызбен жұмыс істедік, әйелімен. Жігіттің анасымен жұмыс істедік. Сөйтіп барып жұмыс істеп келіп, яғни қаншама процесті ұзақ. Одан кейін барып, яғни екеуі 1 жылдан кейін екеуі саналы түрде бұл шешімге келді. Бағана сұрақ болды ғой. Біреулер өкінемін, өкінбеймін. Кейбір адамдар бар, мысалы, қанша жыл өтсе де, жоқ, мен өкінбеймін дейді. Ал біреулер бар, мен өкінемін, өйткені сол жерде үлкен қателік жасадым дейді. Бір кісіден естіп едім, біреу 1 рет үйленіп ажырасқан, 2-ші рет үйленіп ажырасқан, 3-ші рет үйленген ғой. Сонда айтады екен, 1-ші әйелім жақсы екен ғой деп айтады дейді. Енді түсінді десеңші. Көрдіңіз, өйткені бізде мынандай стереотип бар да, келе салатын әйел керемет әйел болады деген. Ахан мырза, енді қазіргі уақытта көз көріп құлақ естіп жүрген жайттар бар. Мәселен, жаңағы 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл бірге тұрып жатқан жанұяларды білеміз, сүйсінеміз оларға. Бірақ осы жерде бір тағы да заңды сауал туындайды. Ерлі-зайыптылардың сондай бір ұзақ жыл өмір сүріп жатуы, олардың бір тату-тәтті өмір сүріп жатқан білдірмейтін болып тұр ғой, демек. Айтқан сөзіңізден түсінгеніміз. Яғни қараңыз, тұрып жатқан отбасылар бар. Әртүрлі, мысалға дегенде, мерзімде 1 жылдық, 10 жылдық, 30 жылдық деген сияқты, мысалы, 40 жылдық. Олардың деңгейі әртүрлі. Өйткені бізде қазір мынандай бір көзқарастар бар да, бәлен жыл бірге тұрып жатырмын, ол бақытты отбасылар деген сияқты. Ол бірге тұрып жатқан, енді ол сондай болғанын қалаймыз, сондай болғанын тілейміз олардың. Бірақ сырттан қарағанда емес деген ғой бүкіл отбасылар. Керемет отбасылар да бар, Аллаға шүкір. Мүлдем ұрыспаған отбасылар бар біздің қоғамда. Бір-біріне шәй, әй демеген отбасылар бар да, ойлаңызшы. Ондай отбасыларда жетеді, яғни көпшілік деп айтамын, бірақ баршылық. Енді бұл тұрып жатқан отбасылардың деңгейіне бір көз жүгіртетін болсақ, біз енді өзіміздің тәжірибемізден. Неге ажыраспай жүр бәлен жылдан бері? Немесе әрбір отбасылы, ерлі-зайыптылар бір-біріне әркім өз-өзіне мынадай бір сұрақ қойса болады да. Мен қай деңгейдемін? Осы деңгейлердің, яғни аталған деңгейлердің. Қай деңгей дегенде жаңағы ажырасудың алдындағы деңгей деген сияқты? Жоқ, мысалы қараңыз. Бір отбасы, бір ерлі-зайыптылар не үшін ажыраспай жүр дегенге, өйткені ұят болады деп ажыраспайды да біреулер. Не үшін ажыраспай жүрсіз енді, мысалы, келеді біреулер. Енді деп жаңағы тұра алмаймын, қиын, үйттім, бүйттім, мысалға деймін, шаршап кеттім, басым ауырып кетті, мен азапқа жаңағы енді әбден мына нәрсеге тойдым деген сияқты. Енді сұрайса, сізді қазір не ұстап тұр дегенде, ұят болады дейді. Статус. Ұят болады. Кімнен ұят болады? Бірінші әке-шешемнен ұят болады, ересек жастар болады болса. Әке-шешемнен ұят болады. Олардың бетін жерге қаратқым келмейді, туысқандарымнан ұят болады, елден ұят болады. Бір қыз айтпақшы, мен өзімнің
инстаграмымдағы парақшамдағы дейді да, күйеуіммен керемет түскен суреттерден ұялам дейді ғой. Сол суреттерден ұялам дейді да. Ажырасайын десем. Бір жағынан енді айтып жатқан сөздердің несі да. Сол сияқты біздің қоғамдағы біраз отбасыларды ұят деген нәрсе ұстап тұр да. Бұл жақсы ғой негізі. Бұл жалпы жақсы, жалпы құнды. Яғни осы уақытта ол күшті болған, бірақ бұл әлі сиреп келе жатыр. Мысалы қазір көп жастар менен сонда адамдардың ойымен өмір сүруім керек па дейді. Қой дейді, мен кімге қарап жатамын, мен өз өмірім бар деген сияқты. Анау айтты, мынау айтты деген сияқты. Осы азайған кезде осы құндылық немесе осы қасиет бізде бір жағынан бағана ажырасудың бірінші сұрақ қойылды ғой, неге көп деген кезде. Бір себебі сол ғой. Өйткені мысалға біздің аналарымыздың, біздің үлкен апаларымыздың кезінде бұл қасиет күшті еді. Бұрын ойлаңыз, мынадай болатын дейік. Біреу ажырасатын болса болды, басқа жаққа кетіп қалады да. Мысалы ауылда тұрады, облыс орталығына немесе басқа облысқа кетіп қалады, ажырасты дегеннен кейін ананы болды елдің алдында көрінбеуі мүмкін да. Ұят тірлікті өйткені ол. Немесе былай болуы мүмкін. Ауылдың жігіті ауылдың қызын алады. Қойыңызшы. Екеуі біраз тұрады ауылда. Ажырасатын болса, болды ауылдан көшіп кетуі мүмкін да. Не қыз көшіп кетуі мүмкін, жігіт екеуі де көшіп кетуі мүмкін екі жаққа. Анадан кейін ауылдың ішінде емін-еркін бір еңсесін көтеріп жүре алмайды да біреулер. Неге? Өйткені ол өте ұят. Ал қазір ол нәрсе, анау екі рет үйленген десе, ол біреулер мақтанышпен айтуы мүмкін өкінішке қарай. Керісінше жаңағы ұяты қалыңдарды ұят мен деген деп атайтын болды ғой. Ұят менсіңдер сендер дейді да, негізі. Ол көрдіңіз біздегі нелер ғой қазіргі. Құндылықтар ауысқан. Құндылықтар қалай ауысып жатыр. Яғни біздегі ұят деген ол керемет дүние ғой. Мысалға. Және ол ұят ұстап тұратын болса, ол енді 100% әрдайым дұрыс деп айтпаймын мен өзім. Ол енді индивидуальны дейміз ғой. Бұл жағдайға қаралатын нәрсе. Ол дұрыс па, дұрыс емес пе, мен білмеймін. Ол кісінің жағдайын қар, мүмкін ол таяқ жеп жүруі мүмкін. Ол қорлық, мысалға деймін енді, қорлыққа ұшырап, сол жерде қорланып, таяқ жеп, неше түрлі қорлықтың түр-түрін көріп жүрген мүмкін, мен білмеймін. Зұлымдыққа ұшырап деймін енді. Ол енді жағдайға қарай. Тағы да мысалы бір отбасылар неге ажыраспай жүр деген кезде, өйткені оларда сабыр деген нәрсе бар да. Сол сабыр деген құндылық ұстайды. Ол не деген сөз? Мысалы енді не істейсің енді? Сабыр ету керек. Сабыр, қайда барам? Немесе мына 3 баланы қайда тастаймын? Мына 2 баланы көзден жәутеңдетіп қайда жіберем? Бұл әкесіз өскенін қаламаймын мен баламның. Мен өз басынан өзіме уәде бергем, не болса да шыдайым деп. Яғни талай адамдар шыдап жүр ғой бізде. Яғни отбасында бақытты болам деп шықты ғой негізі тұрмысқа, немесе бақытты болам деп үйленді. Бірақ қазір менде шыдау да, шыдай түс деген сияқты. Яғни менде нәрсе қазіргі ұраным ол шыдау, сабыр ету, сабыр. Анау болса да сабыр, іштек етпейді, сабыр ете, мен не істеймін? Мен енді қазір қайда барамын түріменен деген сияқты. Яғни бір отбасыларды бізде ұстап тұрған нәрсе ажыраспаудан, ол ұят. Біреулерді ұстап тұрған сабыр екен да. Ең тағы да бір отбасылар бар. Оларда жоғары деңгейге ол үшінші айтайын деп тұрғанымыз. Астынан қарап келе жатырмыз, иә. Тағы да бір отбасылар бар. Оларды шүкір деген құндылық, яғни қасиет ұстайды екен да. Яғни ол не деген сөз? Енді мына шүкір менің анаған бәленшеге түгеншеге қарағанда менікі шүкір ғой дейді. Енді ананың күйеуі мысалға дейік күнде ішеді арақты. Менікі аптасына бір рет ішеді. Немесе айына бір рет ішіп, енді арасында концерт қойып тұрады, бірақ күнде емес. Енді анаған қарағанда бәленшеге түгеншеге қарағанда шүкір. Немесе анау үйтеді деген, менікі қайта оған қарағанда шүкір. Немесе енді бәленшенің әйелі сияқты емес менің әйелім қайта оған қарағанда әйтеуір үйтеді, соған шүкір деген сияқты тағы бір отбасылардың шүкір деген қасиет ұстайды екен да. Бұл да қазақтың бойындағы бір керемет құндылық қой. Шүкірлі, қанағат деген нәрсе. Яғни одан жоғары тағы бір деңгей бар екен да. Ол не деген кезде? Ол қандай құндылық, қандай қасиет? Ол ризалық деген. Яғни неге сіз мен ажыраспай жүрсіз мына кісіменен десеңіз, мен оған ризамын дейді. Мен оған күйеу ретінде ризамын. Отағасы ретінде ризамын. Ал жігіт әйеліне риза да, әйел ретінде. Мысалы жаңа айттым, бір қызды айттым ғой келген кезде.
мен күйеуім дейді, мен үшін ол идеал дейді. Менің көзілдірігімде оның ешқандай минусы жоқ дейді мен үшін. Ойлаңызшы, мен күйеуіме ризамын деп тұр да. Қандай керемет. Иә. Күйеуі әйеліне риза. А егер бұл ризалық болатын болса, ол ажыраспайды. Яғни біздегі ажырасу деңгейін азайту үшін біз бірінші деңгей жақсы, әрине сіз айтқан, бірақ төртінші деңгейге көтеріле білсек, отбасылар не? Біздің ұстанымымызда, біздің жалпы өзіміздің семинарларымызда, курстарымызда осыған бағытталған ғой. Жігітті болсын, қызды болсын, осы нәрсеге біз шақырамыз. Осылы ризалық қалып барудың нақты қадам-қадаммен жолын көрсетеміз ғой. Бізде жалпы қоғамда қандай болу керек екені көп айтылады. Бір тойдың өзінде біраз кеңестер беріледі, қандай болу керек екен. Сен енді мынадай бол, сен енді мынадай бол. Түсіндім, қандай болу керек. Бірақ қалай болам деген сұраққа жауап берілмейді бізде. Нақты тәжірибе ретінде көрсетпейді ғой. Нақты қадам бір, мынаны былай істейсің. Екінші қадам былай істейсің. Ол үшін бүйтесің, ол үшін мынаны білу керек деген сияқты бізде қадамдар берілмейді. Бізде бақыт тілеймін, бақыттың ішінде бәрі бар дейді, болса өзіңіз тауып аласыздар жан деген сияқты ғой. Рахмет, Алла разы болсын. Мына ер адамға отбасында қарым-қатынас ұнамаса, немесе әйел адамға ұнамаса, не істеу керек? Енді қараңыз, бұл жердегі егер ұнамайтын болса, ашық сөйлесуге үйренуіміз керек, осыған әдеттенуіміз керек қой. Жігіт мысалға дейік, ер адам ретінде әйелін ашық диалогқа шақыру. Және әйелі сөйлескен кезде күйеуіменен бір қауіпсіз сезінетіндей болу керек қой. Мысалы, талай әйелдер күйеулеріне ашылмайды. Талай жігіттер әйелінің ішіндегі мұңын, уайымын, немесе арманын, мұратын білмейді. Қойыңызшы, қойнындағы әйелінің зекіп тастайды ғой себебі. Зекіп тастайды, ұрысып тастайды, жаңа дөрекілік танытады, немесе қой сен де нетеді екенсің, неше тілін бір көшенің былай айтқанда тіліменен, неше түрлі терминдерменен басып тастауы мүмкін да. Одан кейін анадан әйелі қайтып қалған, қаймығып қалған, былай айтқанда беті қайтып қалған ғой. Сонымен әйелі күйеуіне ашылмайды. Ойлаңыз, күйеуі тыңдағысы келмейді, ішіндегісіменен бөлісе алмайды. Сол үшін әйелімен ашық сөйлесуге қауіпсіздік жасап беру керек қой. Керісінше болуы мүмкін бе осы? Керісінше де болуы мүмкін. Әйел тыңдағысы келмейді. Әйел тыңдағысы келмейді. Неге? Өйткені бұл жерден біз ер адам ретінде, ер адамда да проблемалар көп болуы мүмкін. Өйткені күйеуіміз шындап сөйлей беруі мүмкін, немесе тиісе беруі мүмкін деген сияқты ғой. Жалпы екеуі ерлі зайыптылар осы жерде ашық сөйлесе алу. Не ұнамайды, неге, қалай, бір ашусыз, зекусіз, ренжусіз отырып бір ашық диалог құра алса. Тойдан кейін өзімізше отырып бір шай ішейікші деген сияқты ғой, шайдың басында, иә? Тыңдай алу ғой. Қараңыз, бұл жерде ойын ашық айта алу, және екінші тарап тыңдай алу. Ол содан кейін ақылға сыйымды ма, сыйымсыз ба? Мүмкін ақылға сыйымсыз ба нәрсе айтуы мүмкін. Әйтеуір тыңдай алу, ішіндегісін біле алу. Түсіндіре алдым ба? Бағана жаңадан айтқан 4 деңгей ұят, одан жоғары сабыр, одан жоғары шүкір дедік, және одан жоғары ол ризалық. Біз осы ризалық деңгейіне ұмтылсақ бәріміз, егер осыған жұмыс істейтін болсақ, көріңізші, әйел адамға да комфортный болатын болса, ер адамға да комфортный болатын болса деймін да үйде. Негізі осы үшін отбасын құрды ғой. Негізі әуел баста жақсы көру мүмкін, жақсы ұнатты. Мысалға деймін енді, осы менің адамым деді, бірақ осы ризалық деген деңгейге ұмтылсақ. Жақсы, енді сұхбатымызды қорытындылауға жақындап қалған екен. Жалпы енді отбасын мемлекеттің шағын моделі дейміз. Отбасы қаншалықты қуатты болса, мемлекетте соншалықты мықты болады екен. Отбасы берік болу үшін, ажырасу аз болу үшін тағы қандай нәрселерді ұсынасыз? Осымен бір қорытынды жіберсек, қорытындылап. Енді жалпы жаңа айтқанымызда ерлі зайыптыларға біраз нәрсе айтуға болады. Соның ішіндегі өте маңызды бір дүние ол ашық диалог құралу ғой екеуі. Оның уақыты нақтыланбаған. Яғни мына уақытта деген нәрсе жоқ. 24 сағаттың тәуліктің қай уақытында болса, немесе оларға қандай уақытын қайды. Мен мысалы қаншама отбасылармен сөйлескен кезде осы мәселені, түрлі отбасылар бар екен. Біреулер түнде сөйлескен
немесе олардың жұмысының жүйесі сондай. Біреулер таңертең сөйлесу оңай, біреуге түсте, біреуге кешке деген сияқты. Жалпы екеуі ашық диалог құралу. Ашық диалог дегеніміз айта бер деп емес, шын мәнінде тыңдай алу, эмпатия, яғни беріліп, түсініп тыңдау. Осы тыңдай алуға әйелдің тарапынан дұрыс емес пікірлер айтса да тыңдау керек қой, Мысалы, күйеуіне ол нәпсісіне жақпай отыр оны әңгіме. Тамаша. Солай ғой. Көп жігіттер намысыма тиеді дейді. Мен айтамын да, намысыңызға тие ме, нәпсіңізге тие ме деген сияқты. Біз осыны эгомызға тиеді ғой негізі, көп әйелдің біраз сөзі. Және енді бір мамандар айтқанда, әйелдің көп айтқан сөзі негізі рас болады дейді. Қанша маған бірақ ұнамаса да, 100% емес, деп енді әртүрлі шығар әйелдерде. 100% болмаса да, бірақ көп сөзі дұрыс дейді да оның. Егер оған шын мәнінде құлақ салып, зерделеп, тыңдай алсақ, біз осыған бара алмаймыз ғой көбіміз. Сол ашуланып кетеміз, ақталып кетеміз. Біздегі кемшілік, әлсіздік ақталып кетеміз. Немесе сынды көтере алмай, өзің кінәлап, сен де бүйттің ғой өткен жол, ештеңе жоқ. Мен оған дөген жоқпын ғой деген сияқты. Немесе мысалға тағы да бір несі шешім айтып кетеміз. О неге айттың? Бармау керек еді, айттым ғой саған деген сияқты. Тыңдап үйренсек. Яғни тыңдау өнер. Біз енді шешендік өнер деген бар ғой. Шешендік өнерді үйренеміз ғой біраз адам. Бірақ тыңдау өнерін үйренбейміз де арнайы көбіміз. Ерекше өнер дейсіз ғой. Ол ерекше өнер. Сонда Алла Тағала бір ауыз екі құлақ берген дейді адамға. Тыңдаудың өзі өнер екен да. Тыңдап үйрену және қалай өте белсенді тыңдай алу ғой. Беріліп тыңдау, бөлмей, ақталмай, сынамай, кіналамай о кісіні, бір шешім айтпай, тыңдай алу және түсіну. Бізде егер осы нәрсе шын мәнінде жүзеге асса, менің жеке өз ойым, мысалға, түсініспеушіліктен кикілжіңнің алдын аламыз деп ойлаймын. Енді басқа да көп нәрселер айтып ол, бірақ осы бір нәрсеге фокус беретін болсақ, сол кезде біз түсінеміз. О кісіні не мазалайды, о кісінің уайымы мұңы не, менің проблемам қандай деген сияқты. Мысалы, енді арамыздағы менің тарапынан қандай кемшіліктер кетіп жатыр, ол рас па, жоқ, олай емес па, қаншалықты олай, мүмкін ол бір дұрыс түсінбей жүрген шығар. Осы мәселелерді ортаға салып талқылай алсақ. Және орысша бір сөз бар да, кешіріңіз, каждый может разговаривать, но не каждый может договариваться деген сияқты ғой. Осыны түсініп талқылай алу деймін да. Үйден бір қадама аттап баспайтын, үйде отырған әйелдердің өзі әлеуметтік желіде белсенді болып келеді. Кейбір әйелдер. Ер адамдардың тарапынан да әлеуметтік желіде белсенділік бар. Осы белсенділіктің де таяқтың екі ұшы бар демек сияқты, сол ажырасуға өзінің бір септігі тиіп жатыр ма, қалай ойлайсыз? Бұл енді құндылықтарға байланысты деп ойлаймын. Мысалға, күйеуінің, әйелінің екеуінің арасындағы құндылықтарға байланысты. Бұны өздері шешіп алу керек деп ойлаймын. Мысалы, біреу үшін ол құнды. Мысалы, ол әйелдің әлеуметтік желіде белсенді болуы күйеуіне келіп кетері жоқ. Біреулер керісінше қуанады. Бір жігіттер бар, ойлаңыз. Әйелінің продюсері болып жүрген жігіттер бар да. Әйелін алға салып қойған, өзі перденің артында да соның бәрін реттеп отырған деймін. Таргетін басқасын жүргізіп деген сияқты ғой. Сол арқылы да теңге тауып отыр да ол. Сондай да жігіттер бар деген ғой. Ал енді бір жігіттер кәдімгідей үзілді кесілді қарсы жігіттер бар. Яғни бұл екеуінің құндылықтарына байланысты. Дәл сол сияқты жігіттің блогер болуы, немесе атақты болуы, жұлдыз болуы, былай айтқанда әлеуметтік желіде, ол да мысалы бір әйелдерге ұнайды, бір әйелдерге бәрібір, бір әйелдерге ұнамайды деген сияқты. Немесе біреулер белгілі шек қояды. Бір әйелдер болуы мүмкін, немесе жігіттер болуы мүмкін. Жақсы шық, бірақ мынадай менің шарттарым бар деген сияқты. Енді сол үшін екеуінің келісіп алатын нәрсесі деп түсінемін оны. Егер болатын болса, енді үйленбеген, тұрмыс құрмаған қыздар болатын болса, бұл жағдайда қазір мысалға әлеуметтік желілер дамып кетті ғой. Үйленбей тұрып, тойға дейін судың жағасында шешіп алу керек деймін, сол абзалырақ деген ойдамын. Осындай дін қызметін отбасылық сарапшыға неге айырбастадыңыз? Енді отбасы саласымен айналысқаныма біраз уақыт болды да. Яғни алдындағы салада да, университетте сабақ берген кезде де, педагогика саласында жүргенде де осы сала мен үшін өзіме бір жақын болатын еді. Сол жерде жүріп те
жастарға, студенттерге өзімнің енді кеңесімді айтатынмын, тәжірибемен бөлісетінмін. Одан кейін қыз бен жігіт таныстыру деген тақырып сол кезде басталып кеткен бізде. Басы басталған десеңізші. Оның енді алды қазір көп балалы біраз отбасылар бар, біздің себебімізбен былай айтқан танысып шаңырақ құрған деген сияқты ғой. Қазір енді ұрыс керістің алдын алуға бағытталған пікір айтатын сарапшылар көбейіп кетті. Енді бірақ ұрыс керістің алдын ал деп айтатын сарапшылардың өзінің үйінде ұрыс керістер болып тұрады дейді, осы рас па? Сіз туралы айтып отқан жоқсың жалпы? Оны білмеймін енді. Ол әр отбасы индивидуалдығы деген ғой. Сіздің айтатын тақырыбыңыз өте актуалды. Кез келген қазақ үшін қажет деп ойлаймын. Бірақ әлеуметтік желіде подписчиктеріңіз неге аз? Ол соған дұрыс көңіл бөлмей жатқанымыз ғой деймін, жалпы әлеуметтік желілерді дамытуға басқа деген. Енді біздің де бұл жерде өзіміздің бір ұстанымдарымыз, өзіміздің құндылықтарымыз бар да. Иә, қазір жалпы өзі дұрыс нәрсені адам өзі аз көретін сияқты ғой, қалай ойлайсыз? Керісінше былай болмайтын бір әңгіме болады ғой, жаңа бір ұяттан безген бір әңгімелер болса, керісінше көрім көп болатын сияқты, солай ма? Енді бұны подписчиктері көп адамдарға ештеңе деп айтпаймын, яғни дұрыс ойым дұрыс жеткізу үшін деген. Бұл енді біреуге подписчиктің көп болуы құндылық болуы мүмкін. Яғни бұл жерде құндылықтарға байланысты ғой, жаңа айтқандай. Иә, байқаймын, сұхбат беруден көп қашасыз. Себебі неден? Өйткені сұхбат берген кезде біз, енді мысалы мені жеке өз шақырған кезде тура осы тақырыпқа шақыра бермейді. Сосын мен басқа тақырыптарға бара қоймаймын. Мен айтатыным, біз мысалы мен енді өзім жеке айналысатын саламыз біздің. Ол қыз бен жігіттің қарым-қатынасы, әйел мен күйеудің, яғни ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасы. Осы салада болатын болса, біз енді уақытымыз болып жатса дайынбыз. Бірақ түрлі тақырыптарға шақырады да, бұған қатысы жоқ деген сияқты ғой. Мысалы бала тәрбиесіне шақырып жатар, немесе жаңағы басқа бір тәуелділік, басқа психологиялық бір тақырыптарға шақырып жатуы мүмкін. Менің негізі өзімнің алған осы саламыз бар, таңдаған. Осы саламенен айналысамыз, және осы саладағы тақырыптар болатын болса, біз енді қолдан келіп жатса барып қатысуға дайынбыз деген. Специалистпіз дейсіз ғой жалпы. Иә. Жақсы ахан, келіп осы біраз ойларыңызды ортаға салғаныңызға көп рахмет айтамыз. Істеріңізге табыс береке тілейміз. Әрине бұл отбасылық тақырып өте үлкен, оның түбінде жете алмайтын шығармыз, бірақ уақытымыз аяқталды. Алла разы болсын. Құрметті телекөрермендер, бүгін бізде қонақта болған белгілі отбасылық сарапшы Ақан Мергенбай. Қазақта бір сөз бар екен, жақсы отбасы деген ол ұрыс керіс болмайтын отбасы емес. Ұрыс керістен гөрі тату тәтті күндері көп болатын отбасы деген екен. Шаңырақтарымыз шайқалмасын, еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын.